Салмақ тастағансың ба дейді. Көрініп тұр ма не? Полная хуйня. Бір апта уақыт зая кеткен. Фу, шеше сігіл. Ебай, сендер мен қатты жақсы көреді екенсіңдер ғой, а? Бала шағасыңдар ғой сендер кәдімгідей. Мен негіз түсініп тұрмын сендер. Сендер маған деген махаббаттарыңды үстіп, хейт арқылы жіберіп атсыңдар, Жандарым сол, рахмет үлкен. Сендер типа мені жігерленсін, одан қайта мықты билесін деп боқтап атсыңдар, Жоқ, олай емес дейді. Жоқ, олай емес деп кәдімгі алдап тұрсыңдар, кәдімгі типа, жоқ, олай емес, типа, мен намысымды оятқыларың кеп тұр, Сүйдім көтіңнен дейді. Так, дальше керек емес ондай информация өзіңнің желанияларыңды бір жеріңе тығып қоя сал, хорошо? Так, не істедіңдер мен жоқ кезде? Қаяқта болдыңдар? Не істедіңдер? Давай, выкладывайте. Не пайдалы іспен айналыстыңдар? Адам болмайды бұлар. Еркекше адам болмайды. Не бәлесіңдер, Не ауыздарына нормальный сөз шыға ма негізі? Голый фото жіберші дейді. Нұрс, нижний правил 13. Не айтып тұрсың сен? Не айтып тұр анау? Тұр ғой телеграмда, приватный каналда. Тренка сол баяға. Молодцы, тренировка істепті. Аласу үштік. Молодцы. Free Fire ойнадым дейді. Ананы удалить ету керек болмайды анау. Әйеліммен ажырастым дейді. Басқа не жаңалық? Саламбуру жеп артынан аласу ішіп дейді. Молодцы. Плюс вайп, жігіттер, плюс вайп. Ешіне. Так, зәмзәм қосылған ба деп сұра дейді. Так, бірінші сұрақ бар. Зәмзәм қосылған ба деп сұрайым. Екінші сұрақ. Дәрет алуға болады ма деп. Ой, мал екесіңдер ғой, ерке. Айтпақшы жігіттер. Так, бір нәрсе дайындап қойып жатырмын. Так, не істесем болады. Так, істеймін. Ебен КС-та не бар дейді. КС-та емеспін. Енді бірдеңе қазір сұраса, мысалы, Фади, осындай челлендж орындасаң, қандай подарка берейік деп сұраса, егер сондай болып қалса, дайындап қойын деп отқан бұл бір нәрсе, қазір көресіңдер не екен? Келеді қазір. Келді уже. Отыр ба, мен қасымда отыр. Амандасып қойсаңдаршы. Мен магазинге барып қайтамын, Магазинге барып қайтамын. Болды, жаным. Типа битер қарандар. Ой, ашылып кетіпті. Так, не бар, мына жақта не тұр? Ой, білмеймін, маған не подарка? Ой. Что там, что делаете, Дига? Жігіттер, хочешь выкарабкивайся дейді, короче, қимылдап, не қыласыңдар. Если чё, айтыңдар. Батя деңдер. Всегда только аласу ішеді. Бұл аласу шықпай тұрып, аласу ішкен деп жазыңдар, хорошо, чатқа. Барлықтарын. Ой, келді, жеге. Так. Болайын деп тұр ғой жада, Ассаламалейкум. Ассаламалейкум, ескендір. Жүріп отырып қой? Свет қоссайшы, шляпа дейді. Қосылып тұр ғой свет. Нормально. Қош келдіңіздер қасқырлардың апанына дейді. Ауча. Ассаламалейкум, баршаңызға қайырлы кеш. Қош көрдік. Тәңк, аласу командасы келіп қалды. Біз міне аларымыз ғой, міне. Міне. Барс десең. Так. Че там, қалайсыздар? Ескендір деген кім еді ранчода? Ранчодағы басқа ол.
міне ескендір отырсаңызшы келсеңізші. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қазір мен. Қазір. 1-2 минут. Так, сіздер құрғол келмепсіздер, Құрғыл келген жоқпыз, подарка көп, жайлап көрсетейін дегенбіз ғой. Прям толтырып тастапты ғой кәдімгідей, Жоқ, давай, қандай неме объеммен келгенімізді просто былай неме көрсете салыңдар, блокпен көрсете салыңдар. Бала шағама. Короче, пачкамен холодильник толтыруға келдік қой. Дәдең. Холодильникке сиян. Но еще новинка лимонадтерлер келді ғой. Мен бұлар Сейдахмет, бұлар менің холодильнигіме сыймайды ғой, үйдегі. Тағы да холодильник алып келдік өзімізбен бірге. Наңғара. Чо за холодильник, ё-майо. Чисто Аласудың холодильнигі ма сонда? Артында тұрады. Всегда қосылып. Любой жерге. Мини холодильник. Қолың жететін жерге қойсаң болды, сама ашасың, ішесің ғой. Ашасың, ішесің, ұйықтайсың. Базар жоқ. Так, мен күнделікті ішіп жүрген суымды ішейін. Значит, Аласу Голд. Аласу Голд. Сіздер әлі ішіп көрген жоқсыздар, Мен өтірік айтпай ақ қояйын. Күніне 2 ішіп жатырмын. Да? Иә. Негізі зиян ба ол? Әдемі ба? Жоқ, қандай зияндығы жоқ. Таурин мен кофеиннен көретіндей зиян жоқ, екен сахар көтеріліп кетуі мүмкін ба? Әбден мүмкін ба? Атак чисто сушмен ретінде тамақтан кейін. Бірақ байқасаңыз, ертең ала қалса ішіп көресіздер ғой, не ғой? Қатты тәтті емес. Бір ішесің ғой, андай болып тұрады. Братан, тағы да ішші деп тұрады. Тағы да ішші, братан. Күнде бәрібір анда эффект береді да ше. Біз не ішкендей боласың, энергетик ішкендей. Айтпай қояйық, қандай энергетик екен? Қайсы энергетик? Просто энергетик. Сол бір энергетик жасайды. Ал командамен таныстырып жіберейік. Бізбен бүгін кім келді? Қарсы алыңыздар. Бізбен бірге бүгін Заур. Заур кадрға. Ассалаумағалейкум. Алейкумсалам. Заур, бұл кісі өзіңіз айтып. Бұл кісі бізде видеограф, оператор, монтажер, все в одном, короче. Любой нәрсе андай 7 қырлы, 8 сырлы, қалай 7 қолы бар кісі. 8 сыры бар, 7 қыры бар. Мен организатор, бәрі бар. Еще шашы былай қарай қайрылып тұрады. Шынымды айтайын, мен әлі лимонад ішпедім. Бірақ ішкім келді. Кеше видеоларыңызды көрдім. Көзін қылдырып қазір жайлап дәм беремін, сосын тікелей эфирде сразу стримде көрсетіп тұрады ғой, Алла қаласа. Заур дейтін жігіт барлық Аласу компаниясының видеоларын бәрін түсірген осы кісі. Осы кісі түсірген. Иә, 50% идеясы осы кісінікі, барлық доработкасы осы кісі. Ал енді оның завершающий элементі болады, который самый керек, ол бізде Мейрамбек десең, бұл жігіт монтажер. Микрофон. Жоқ, микрофон мына жаққа қойды. Бұл жігіт көптеген проекттерде болған. Енді Михаил Литвин дейтін кісіні білесіз ғой, иә? Соның командасымен жұмыс жасаған жігіт. Жалпы 3D эффект, барлық түскен видеолардың бәрі монтажын осы кісі істеген. Графикасын осы кісі істеген. Ұшатын самолет, көрінбейтін элементтердің бәрін жасаған осы кісі. Жасаған фильмдер бар ғой, мынау кіршілі кадрға былай. Ескендір білсем мына жаққа отырып бар. Көрінесің сонда. Ескендір былай отыр. Қарай, мына жігіт қандай назар аудардың қанша фильм істедің, брат, сен? 3 киносын. Одан кейін олардың артынан жолын қуғандар. Кеше ғана кино шықты, Туысқан деген. Қай команда? Карантина Продакшн деген батыстың жігіттері 9 ақпаннан бастап көріңіздер. Жоқ, өткенде съемкада болдық қой. Көрдім осы жерде сразу профессионализмді былай сездім. Мынау енді кинода жүрген жігіт, любой монтаж деп тұр ғой, любой графика, любой монтаж. Енді қараңыздар, бұл жігіт артта тұрған, мынау Ескендір. Мынау Аласу компаниясының иесі осы кісі, короче. Бүгін сізге құрғол келген жоқпыз. Челлендж де бар. И бұл кісіден көптеген сыйлықтар бар ғой. Мен ойымша бүгін Фадидің бала-шаға дейсің ба? Фадидің бала-шағасына риза қыламыз ғой. Да? Бәріне енді жетпеуі мүмкін, конечно. Кім үлгереді, кімнің қолы тез, кімнің креативі жеткілікті, соларға Алла қаласа бүгін ақша таратамыз. Прям ақша. Прям ақша, наличка, нал. Да? Саған беремін, сен өзің жібересің. Болды, все, болды. Что там, поддержка қайда? 20% еще, білесіңдер ғой, сразу. Солай келіп соған? Конечно, бала-шағам. Займа выручка ма? Конечно. Бәр жағы ырзада, короче. Лимон ішкен жоқпыз әлі? Лимон мен ішпедім. Сразу айтайын, стористарды көрдім да, енді бәрібір өзім ішкім келді да, сенбедім. Шынымен қауын, кәдімгі манго, кәдімгі осындай алма ғой мынау деп айтқанда, просто өзім дәмін көремін, сосын айтам дедім. Конкретнысын. Таныстырайын онда, рұқсат болса. Яблоко ма? Өзім ашып берейін біріншісін. Давай. Бисмилля. Кеттік.
Вау, мынау алма ғой кәдімгі. Натуре. Иә. Мынау кәдімгі алма. Алма. Мына ароматизаторы бөлек қой мынаның. Натуральный ғой. Натуральный Натуральный ароматизатор. Қалай, типа Мысалы, алма. химикат бар, химикаттан химический элементтерден жасалған алманың дәмі бар, а мынау натуральный ароматизатор. Сироп. Натуральный сироп. Мынау кәдімгі дерзкий екен, еркекше. Иә. Еще ана арттағы слогандарды көрсең, бір обзор. Аласу лимонати, көк алма, green flag. Мынаны қараңдаршы. Green flag деп тұр ғой мынау. Сушняктардың green flag'ы. А red flag'ы қайсы? Жоқ red flag. Бізде болмайды red flag ол. Болмай ма? Болмайды. Барлық Актер деп. В смысле актер? То мені онша емес актер дейсіңдер. То қазір актер деп тұрсыңдар. Кеше байгайсқа түскен ғой өткенде. Тағы да ма? Немене бәле актерсың туда-сюда, мынау не болмайды, мынау қайта берсен дейді. Қазір актер дейді, қараңдаршы. Енді видишь андай ғой. Болып тұрады енді ондай. Болып тұрады. Енді мынау тағы да қара бір жақсы бір қызық элемент бар Алматыны танитын адамдарға. Әр біздің лимонатидің артында осындай Алматының керемет жерлері бар. Дизайн кім жасаған дейді. Ема дизайн Абай Омар дизайн продакшн. Үлкен Абай аға рахмет үлкен. Сол кісінің командасы жасаған дизайн бұл. Жоқ, жігіттер, чат. Қазір без прикола. Мынандай сусынды мысалы магазинде тұрған кезде бұлай қызықтыра ма бұлай? Без прикола, конкретно объективно мнение. Түр жағы. Мен өз басым визуально, иә, былай визуально әдемі болып тұр. Типа қара түсті және де алтын түсті бүйтіп анда тартып тұрады да, бір ішіп көрейінші деп ше. Бірақ көбінесе андай ішкеннен кейін ұнамай қалады маған. Мен потому что сушняк деген қатты таңдап ішемін. Енді бұл жерде барлық жақты, барлық аспектті қарадық, түсіне қарадық, логотипке қарадық. Барлық ең бірінші біз Аласу деп не үшін қойдық? Алматы, Алатаумен ассоциация болсын деп тауды қойдық. Және де артында қара, Алматының ең көрікті жерлері ғой. Мынау, например, орталық площадь. Акиматқа қарамарсы білесіздер өздеріңіз. Көктөбе. Иә. Енді барлық линейка бізде өйстіп қатарынан тұрған кезде Алатау былай жалғаса береді ғой. Есентайда бар қазір көрсетеміз Алла қаласа. Есентайдың парковкасы. Есентай бар ма? Есентайдың парковкасы көп жастар жиналады. Ол жерін қойған жоқпыз енді. Звездный Атакент бар, прикинь. Атакент болмаса? Ол бургер. Білесің ба Атакент қай жер? Иә. Сол жері бар. Ішіп көрейік. Іштім ғой? Әдемі. Келесісін көреміз ба? Гранат? Мұндай вкус ешкімде жоқ. Жоқ, гранат емес, дәл шоқы. Барбарис гранат. Барбарис. Бөрі қарақат анар деп қазақша жазып қойдық. Бөрі қарақат деп айтыла ма? Бөрі қарақат дейтін барбарис кім білген? Базар жоқ. Мен шынымды айтсам барбаристен кәмпитті вообще жақтырмайды. Да? Кішкентай. Йой, онда мынау саған. Кім барбарис жақсы көрді бала кезінде, кім барбарис ішшіларға ұнайды? Тау, мынада не деп тұр қара? Базовый минимум. Любой адамның базовый минимумы болу керек қой, короче. Но менің ойымша жастарға бәріне ұнау керек негізі. Иә? Дәмі көрейік? Артында не тұр деп ойлайсың давай? Тоже таулар шығар? Қандай достопримечательность? Алматыдағы. Иә. Есеннен басталып тайдан бітеді. Есентай бол. Иә, Есентай бол. Рис Карлтон ба? Сондай бір нәрсе салып Абай ағаның гамасы, көп рахмет. Тема ғой. Көрейік. Чат, сендер араларыңда бар ма негізі барбаристен кәмпитті жақсы жеген? Мен просто кішкентай кезімнен андай ұнамағанда ма, ше? Барбаристен кәмпитті в целом. Сен өзіңіз жақсы жейтін бе? Маған жалпы любой нәрсе зәрдізді, тәтті нәрсені любой нәрсе зәрдізді. Көрейік, бисмилля. Кетті. Но гранат сияқты ғой? Гранат сияқты. Мә дәмі әдемі шынымен. Дәмі дерзкий. Қара, иісі барбарис келеді, ішесің ғой, ары қарай, ар жағынан сосын гранат атып шығады. Гранаттың оттенктері жай келеді, олай шлейфі ше. Әдемі екен. Жақсы. Жігіттер, шынымен көп күттік қой сіздер. Білесіздер ме, мен примерно декабрьде айтқам ғой, менің артымда бір жесткий су болады деп. Ол су ертең келеді, барлық жерді жарады. Ішкен адам сразу құлайды. И, короче, барлығының қолында, машинасында, столының үстінде, қолдарында всегда осы сушняк тұрады. Ол қай сушняк деген кезде көбісі түрлі ой болды. Әртүрлі компанияны айтты ғой, примерно. Көбісі бір компанияны қайталап айта берді. Бірақ мен ол емес дедім. Тоқтаттың, стоп дедім. Стоп, короче, уақыт келеді көресіңдер. Декабрь өтті.
январь өтті. Февральдың соңында бірақ келді ғой, короче. Күттіртіп, базар жоқ. Жоқ, негізі бұл проект өте ұзақ дайындалды. Міне Ескендір мырзалармен біз қай айдан бастап осы бәрін пландап, осы мына ароматизаторлардың өздерін ұзақ күттік. Барлық нәрсені ұзақ таңдадық. Енді мына дизайнның өзі де менің ойымша кез келген адам дүкенде көрген кезде бір рет алып ішіп көреді да, екінші рет қайтып келеді да. Соңғы банкасы қалса төбелеседі ғой үшін. Ойлашы. Әдемі. Не үшін? Энергетиктің дәмімен сусын жасатыстырып, просто энергетик жасай алмай. Ескендір мырза жақсы айтады. Неге, неліктен дегенде көбісі қазір қатты отырып қалды ғой энергетик деген нәрсеге. Көптеген балалар ауырып қалып жатыр, кішкентай балалар сол энергетикті ішемін деп. Кішкентай бар, жасы бар. Кішкентай, үлкені де бар, жасы да бар, иә. Сол үшін біз осындай ойға келдік та, просто сделать напиток со вкусом энергетика. Болды. Ешқандай тауринсіз, ешқандай кофеинсіз, ешқандай химиясыз шы. Өйткені неге біз анализ жасадық, үлкен. Өзім лично магазиндердің алдында тұрып, энергетик сатып алып атқан адамдар болады ғой. Солар тоқтатып сұрайтын, неге сендер энергетик аласыңдар деп. Заряд алу үшін ба? Жоқ дейді. Неге десем, просто дәм ұнайды дейді. Реально дәм ұнайды. И мы просто выпустили напиток со вкусом энергетика. Құрамда кофеин жоқ. Құрамда кофеин жоқ. Таурин жоқ. Таурин да жоқ. Қалай дәмі? Дәмі дерзкий. Мен өз өтірік айтпаймын. Мен холодильнигімде өткенде бір блог әкеттім ғой, съемкадан кейін. Ол блог уже таусылып қалды. Мен оны еще алпамыстан 3 күннен кейін алдым. Оны үйіне сіз қоя беріңізші, үйіңізге мен бір жерге кету керек еді деп. 3 күннің ішінде, короче, оны бітіріп тастадым мен. Үйге бір-екі дос балдар келген, өтірік айтпай ақ қой, бәрін өзім іштім деп ше. Үйге бір дос балдар келген, екеуміз бөлісіп, короче, латып тастадық 3 күннің ішінде. Дос балдардың реакциясы қандай болды? Реально. Бәрі құдай ақ айтайын, Әліби қасында жүрген стример. Өте стрим жақсы жүреді, там мықты стример. Ол өтініш маған бір блог. Болды ғой. Әліби, родной, біздің компаниямыздың атымыздан саған 1 емес, саған 5 блок қой. Болды ғой. 5 блок, сенде өзінде 2 блок қана, оған 5 блок кетіп қалды. Так, я не понял. Кім алмасандар вообще бұл жақта. Негізі, енді көпсіз сұрағы жаңа біздің қалаларға, басқа облыстарға қашан келеді дейді. Біз шығарғанымыз осы алдыңғы апта шықты. Уже Алматының көп жерлерінде бар. Ары қарай қашан барады? Все, Алла қаласа, осы айдың соңына дейін 70% Қазақстан қаласында боламыз. Пока что қай жақтарда бар? Қазірше тек Алматы қаласы бойынша Талдықорған, бүгін Оралға кетті, ертең Шымкентке кетеді. Короче, осы аптаның соңына дейін Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Орал, Талдықорған, тақай жер бар? Қарағанды. Уже біздің товар сояққа барады. Фурамен кетті. Енді бұның основной позициясы лимонад сусында емес қой, дұрыс па? Негізі сусын, энергетикалық дәмі бар сусын. Иә, мынау лимонад. Бұл лимонад. А вот аласудың өзі қашан ше? Аласудың өзі ма? Аласуды. Сағындырып шығайын деп отыр. Мен өз басым су көп ішемін. Мен андай көп диетологтарға барғам, андай байқалмайды шығар, сәл артық салмақ бар да. Байқалмайды шығар, бірақ. Диетологқа барғаның байқалмайды, жалпы артық салмақ бар екен байқалады десең. Так көп су іш деп айтқанда маған. Күнде 2-3 литр іш деп. И мен, короче, бұрын көп су ішетінен баклажкілеп, көп су алатын. И су көп ішкен соң, мен хотел бы өзімнің холодильнигімде ала су көп тұрғаны. И қашан келеді екен сол су? Алла қаласа бір 10-15 күнінде. 10-15 күнде? Қолымызда ұстаймыз, ішіп көреміз. Ол деген енді судың вообще в целом айтып берейін ба? Структурасын. Көбісі өлі су ішеді. Реально. Ешқандай нені айтпай қояйын, компанияның атын. Көбісі 80% бұл Қазақстандағы шығып атқан су өлі су. Неге? Өйткені оны көп фильтрациядан өткізеді. ТДС норма деген бар. ТДС нормасын бірге түсіріп тастайды. Андай тексеретін аппарат. Видеоны көрдің ба аппаратты? Мынау жаңа құрдасымыз онда бар. Чаттан. Жаңа айтқан Әліби деген. Ау, құрдас? Ау? Жаңа братанның қолын алып қойшы, қасындағы жаңа. Ол 5 блок емес, саған қателесіп кетіпті, 1 блок деді. Да?
мен бесеу деп естідім или құлағым сондай ма мен? жо сен 5 деп естіп қалдың, 1 деді негізі. Мен қуанып қадикті босатып. Давай пока. Сіздерге таратып жіберіп жатырдым ғой құрдас. Жо біреу ақ барады, төртеу бармайды, төртеу. Барайын деп бармай қалды. Бол құрдас күтсей 5 блок аласу. Gold, silver, короче. Холодильник босатсай, хорошо? Нормально сушняк. Суға келейік. Суға. Су. ТДС мынандай видеоны көріп пе суға салады. Тексеретін аппарат. Тексереді. Там 1 дейді, там 50 дейді, 80 дейді. 1 деген, это значит өлі су. Өлі су деген аккумуляторға құйылатын десятилитровый су бар ғой. Білесіз ба? Ол таза болады, бірақ өлі су болады. Ештеңеге пайдасы жоқ. Вообще, ішінде ешқандай минералдар жоқ. Ал біздің суда ТДС нормасы примерно 70 пен там 100-дің арасы. Это что значит? Это значит то, что біздің суда минерал бар, жаңағы кристалдары бар. Ол не үшін керек? Ол адамға ағзасына өте үлкен пайда алып келеді. Ал ана суды ішесің, ысырап болады да, ішесің де барасың туалетке, не істеп тастайсың, сиіп тастайсың конкретно, болды. А біз реально каждый мелочына қарап жатырмыз. Каждый мелочына, чтоб ертең біздің потребитель суды ішкен кезде какой-то бір пайдасы болу үшін. Сіздер былай айтқанда ұлттың денсаулығына деп әрбір нені шығарып Біздің вообще, біздің Аласу компаниясының позициясы: мы за здоровый образ жизни, мы за здоровую нацию, мы за здоровое будущее поколение. Не үшін біз мына қазір шығарып жатырмыз? Без таурина, без кофеина. Көп ішпеу үшін, жүректен кетпеу үшін. Біздің өсіп келе жатқан балаларымыз кішкентай, сенің балаң бар, мен балам бар, ертең наған отырып қалмас үшін біз со вкусом жасап жатырмыз да. И на натуральных аромах делаем. Без кармуазина, без кармина. Кармуазин деген это өте жаман тоже. Болмайды оны ішуге. Халал емес. Бізде еще мына жерде міне обязательно халал знак бар. Бұл халал знак что значит? Это значит то, что в целом наша продукция прошла всю сертификацию. Базар жоқ. Мен өзім ішкем ғой, энергетик. Өтірік айтпай ақ қояйын, күніне 3 ішетім. Не үшін ішетіңіз? Мен просто үйреніп қалғам. Просто мен ішпесем, как будто мен шаршақ болады сияқты. Білмеймін, ұйқым кеп, бір күн типа ішпеймін болды бүгін, что-то жүрек не то десем, сол күні мен өзім әлсіреп сөйтем. Бір жерге барсам жұмысқа, там бір жұмыс істеп жүрген, жас кезде жұмыс істеп жүретін қой. Сол кезде жұмыстар жүрсең, обязательно бір банкасын жұтып аласың да кетесің. Жолға шықсам, обязательно бір банкасын жұтып аласың да кетесің. Вот олсыз болмайды. Мен үйде отырам бір орында. Ойлаңызшы, ішіп алып отырам. Ішіп алып отырам дейді, біртүрлі естіледі не? Ішіп алып отырам дейді. Біз өзіміз кайфовать етіп жүрік. Айбек деңіздер мен жерде бәрі сұрап отырды, қашан келеді деп. Алла қаласа сіздің қалаға да жетеді. Дәл қазір менің ойымша мана Ескендір мырзамен ақылдасқан дүние бар. Дәл қазір қараңыздар, менің телефоным қалтамда. Құрметті, сен не дейсің? Құрметті детейлер, бала-шаға. Дәл қазір, қараңыздар, мен қазір Аласу компаниясының страницасын ашып қоям. Дәл қазір бізді кім бірінші сториске любой видеомен отметка жасайды, 5000 теңге дәл қазір наличка батяларыңа беріп кетеміз. Сосын ол сізге вақыт жібереді. Қалай? Аккаунтын сразу көрсем. Просто белгілеп кету керек па? Просто бізді алады да, любой видеоны алады, өзіне рэпіс жасайды да, бізді отметка жасайды Аласу деп. Болды, сол үшін ғана беріп жібереміз. Қарап отырам. Базар жоқ. Балашаға просто кіресіңдер инстаграмда бір видеосын, постын. Осы стримнің видеосын, Любой нәрсе, біздің стрим болады, ол немесе біздің отметка болу керек қой. Запись болсын, не болсын. Запись болсын, біздің любой пост болсын, біздің любой фото болсын, аласында репост жасайсың. Базар жоқ. Бағасы қанша болады? Это только начало. Батя, ой, қалай, балаларым дейсің ба? Балашаға. Это только начало. Жадыр, міне келді уже, мынау кім? Амандықов дейтін жігіт бар ма? Амандықов. Бұл қазір кіріп жазасаңшы номерін. Өзі жазайын, Амандықовқа, Зіг еткізейік Каспийна. Мен бір наличка алып келген ма просто? Негізі ма? Мен өзім жасай салам онда. Амандықов связда бар ма? Қайда үлгермей қалдым дейді. Амандықов, давай звондайық. Видеомен звондайық та. Мынау стримнан шықпаңдар, жігіттер, қазір айырамыз. Бұл жерде өте үлкен нәрсе болады. Сразу айтайын, Ескендір мырза. Біздің стримда көптеген қонақпен стримдер болған. Неше түрлі айырғандар болған. Да? Так что асып өту
Да? Қиын да болып Конкретно қала ма? ма? Болды ғой қазір. Ассалаумағалейкум. Конкретно ма? О, бауырым, қалайсың, не хабар? Ассалаумағалейкум, қалай родной? Жақсы, шүкір. Номерін жаз Каспиіңде. Да, Каспиің жаз, мен наличка тастап кетем, Фадиді жібере салады. Хорошо. Қалайсың бауырым, ассалаумағалейкум, құтты болсын. Бармын. Аласуды ішуге ұмытпа, родной. Ау? Давай, скрин жасау. Конечно. Давай. Бит бір енді. Давай, жасасақ дейсіз. Давай, 5000 теңге кетті, бір 5000 теңгеден қағып қалдыңдар. Дайын отырыңыздар, амандық бізге жазып жібер. Нежданка беріп жіберем десеңші, короче, отырып, Мен сумканы алып бердім де, давай, менің сумканы алып берші қазір. Мен ақша жоқ деп ойлап отырсыңдар ма? Мен наличка алып шықтым кассада. Жақсы, Берем. тезірек. Көкшетауға қашан дейді? Көкшетауға ма бір 2 аптада жетеміз, Алла қаласа. Жаңа бір сұрағым аузымда қалып кетті. Бір сұрағым. Амандық батяңда 5000 теңге. Все. Амандық жіберем қазір саған. 20%. Жіберем мен саған. Ақша осы жерде тұр, короче. Мен тағы да курткамның қалтасында болу керек ақша бауырлар. Чо, ехали дальше. Жігіттер, біз өзіміз ішіп әлі кайфовать етіп жатырық, шынымызды айтайық. Жаңа айтып отырсыз ғой сіз. Біздің суда, жай суда минерал болады, кристалл, жай судың өзі өлі су емес болады деп ше. Оның сырты, мен байқағаным, сыртының өзінде 1-2 изюминкалары бар екен. Бутылкасында. Бакалашка бутылкасында. Сондай нәрсе. Бұл судың енді производствосы көп бюджет талап етеді. Бұның бағасы да ертең қымбат су бола ма? Жоқ, бағасы қымбат су болмайды. Сол нарықтағы қолжетімді су болады ғой. Любой барып смело ала салады. Мысалы, бар ғой, біз білетін бір сулар бар ғой, 2000 теңге, 1,5 литр, 1000 теңге. Сондай, типа енді... Мы за кого? Мы за нацию. Мы за Казахстан. Мы за свой народ. Біз өзіміздің халқымыз үшін болды, біз... Неше айтсай дейді анау. Халқымыз. Неше айтсай, 400 теңге қылыңдар дейді. Жоқ, 400 теңге қымбат 0,5 суға. Суға қымбат, бірақ напиток сұрап отқан сияқты ғой. Напиток бағасы қанша айтты? 450 теңге. 450 теңге. Аха. Еркекше ма? Иә. Ну, смотря қай жерден аласың. Бәлкім Магнумда сәл қымбат болуы мүмкін. От магазинов зависит. Вообще, рекомендованный бағасы полкадағы 450-480 теңге. Потолок. И қараңыздар, пойыздағы апашкілерін алатын болсаңыз, вокзалда тұратын олар сәл қымбат. 8000 қаласын. 8200 теңгеге аласың. 8000. Оны білем. Мен бір рет алып көргем солай. Все, онда жайлап тағы да біздің қазір сусындарға келе берейік. Так, біз не іштік? Барбарис және алма. Біз негізі андай эксклюзивный сулармен жарайын деп жатырмыз ғой. Мына жерде ойлашы, оқышынан. Манго ананас. Қазақшасы қалай деп ойлайсың манго ананастың? Манго ананас. Дұрыс. Паратетпесін деп 2 рет жазып қойдық. Манго ананас. Мынау ешкімде жоқ, эксклюзивный вкус қой. Артында не бар деп ойлайсың бағы? Алматының бір көрікті жері. Мега Нархолка Киева. Жоқ. Достопримечательность қой, барахолка деген кейін екінші, сол емес па? Так, не, восточный квартал. Жоқ, ана не, гостиницадан басталады, Қазақстаннан бітеді. Қазақстан гостиница. Дұрыс айтасың десек. Қазақстан гостиница. Манго ананас, бисмилля, дәмін көрейік. Мен еще білем ғой, сен кеше гештайтын жаптың ғой. Иә? Нан қараса не жазылып тұрған? Сен түсінемін ғой бұл? Минус бір гештальт па не? Кеше біз гештальт жапқан бар. Қол саққаш, красавчик. Еркекше ғой. Рахмет. Не гештальт, Феррари сата алдың ба не бауыр? Жоқ, ондай емес. Онда күшті, не істедіңдер осы? Айтып беріңдерші, чатта кім біледі? Контрдан ұттың ба не десең? Жоқ, ол әлі жабылмады. Ниет құдай қаласа жабылады. Ол да болады, иә. Так, кетті. Бисмилля. Манго ананас. Балаша. Маған да біруін алып берші. Алып берші, Ахима, манго ананас алып берші менде. Мынау әдемі. Мынаны мен күнде ішемін. Күнде? Қазірше мен үшін фаворит манго ананас, екінші алма, барбарис үшінші болып тұр. Мынау кәдімгі не болып тұр ғой, қарашы. Мен де бір ішіп көрейінші. Сіздердің іштеріңіз жағайық, манго мен ананас туылесіп отыр ғой ішінде. Басқа нәрсе істеп отқан жоқ. Так, экранға су шашырады. Минус 20 000 теңге. Ё-моё. Нормально. Даже не су хотел, бетім керек.
Короче, мына видео бар ғой. Мына видео. 1 миллион просмотр жинаса, нарезкасы конкретно не береміз? 1 миллион жинаса ма? Енді өзіңіз айтыңыз, Ескендір мырза. $500 берем. 500, а? 500